Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен билдің қалай айтсақ екен, бір судоку форматындағы, судоку деген ойынды білесіздер ма, білмейсіздер ма, бір жаңа таблицада бір қатарда цифрлар қайталанбау керек ше. Мысалы, соны судоку дейді. Енді сол типтес есептерді шығарамыз. Давайте есепке көшейік. Алғашқы 9 санды 1, 2, 1, 3, 5, 17-ге дейін төмендегі 9 тор көзге тігінен және көлденеңнен сандардың қосындысы бірдей болатындай етіп орналастырыңыз дейді. Осы бағыттар бойынша 3 санның қосындысы нешеге тең дейді. Енді қараңыз, получается бізде 9 сан бар. Мысалы 1, 3, 5 деп қойған сияқты ғой. Бірақ мысалы қосындысы 9 болады ғой. 7, 9, 11 десек, оның қосындысы уже келмей қалады, 27 болады. А мына жерде там қанша 13, 15, 17 ол тіпті көп болып кетеді. Ал бізде бірдей болу керек та. Енді қараңыз. Кестені қазір толтыратын болсақ, миымыз ашып қалады. Өйткені мысалы мен мына жерге 1-ді жазсам, негізі желательно бұл жерде ортасынан бастап жазған дұрыс. Мына жерге скорее всего 9 жазылады. Мына жерге 1, 9 жазылса, так. Бір негізі қай жерге жазылады сонда бір. Яғни оны іздеу қиын ше. Мысалы мен мына жерде 17 жазатын болсам, 26, мына жерге 1, сонда 27 шығу керек былай. Қосқан кезде 27 шығу керек. Неге 27-ні қайдан алдым? Өйткені қараңыз, 1-ден бастап 17-ге дейінгі сандар, тақ сандардың қосындысын табатын болсам, Гаусс әдісі деген бар ғой, номинан қосам 18, сол 18 көбейтем нешеге? Мына жерде 9 сан бар, өзі айтып тұр, 9 4-ге толтырамыз. 9 сан бар, 2-ге бөлем. Гаусс әдісі бойынша. Сонда 81 екен. Мынаның барлығын қосын 81-ге тең. 81 3-ге бөлетін болсам, әрбір қатарда неше болу керек? 27 болу керек та. Яғни бізге бұл жерде кестедегі сандардың қандай сандар болатынын сұрап жатқан жоқ. Бізге осының мәнін сұрап жатыр. 27. Яғни мынау осыны сұрап жатыр да. Демек, біз айта аламыз, яғни билда мынандай дүниелер көп болады ше. Бізге мысалы А, Б, С-ның қосындысын сұрайды, бірақ А-ны, Б-ны, С-ны жекелей таба алмайсыз. Бірақ қосындысын табуға болады ше. Тура сол сияқты ғой, мына жерде болады, бірақ өте көп уақыт құртамыз да. Бұл математиканың магиясы осы да. Біз сандарды білмей-ақ олардың қосындысын анықтай аламыз. Биллдің ништан басты ерекшелігі ол жерде логикалық есептер өте көп кездеседі. Біз бұрынғы тесттердің анализ жасай отырып байқағанымыз 70-80% логикалық есептер екен. Енді сол есептер бойынша біз 20-дан аса тақырып құрастырдық. Сол тақырыптар бойынша арнайы видео курс дайындадық. Сабақтардың ұзақтығы 10-12 минут және соған байланысты тест тапсырмалары беріледі. Оны алу үшін төмендегі номерге жаза кетіңіз. Біз сіздерге жеңілдікпен ұсынамыз. Кеттік, келесі есеп. Қайрат бір бет парақты алып, оны 5 бөлікке бөлді. Одан кейін осы бөліктердің біреуін алып, оны да 5 бөлікке бөлді. Одан кейін шыққан бөліктердің тағы біреуін алып, қараңыздар, бүйтейік. Қайрат бір бет парақты алып, оны 5 бөлікке бөлді. Бүйтіп, не қылайық? Бір парақ алайық. Сосын оны 5 бөлікке бөлейік. Так, былай болсын. 2 бөлік болды, былай болсын, Неше бөлік болды? 1, 2, 3, 4, 5. Енді қараңыз, айтады. Одан кейін осы бөліктердің біреуін алып дейді, оны тағы да 5 бөлікке бөлді. Қараңыз, басында 5 болды ғой, ең басында. Одан кейін оған нешеу қосылады? Мысалы, мынаны 5 бөлікке бөлеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Нешеу қосылды қосымша? 4-еу қосылды. Өйткені бір бөлігі, мына бір бөлігі жаңағы өз парақтың өзінікі тұр ғой. Түсінікті ме? Енді одан кейін мынаны аламыз да тағы 5 бөлікке бөлеміз. Яғни тағы да 4-еу қосылады. Так, бізде 5 бөлікке бөлді, одан кейін тағы 5 бөлікке бөлді, одан кейін оны да 5 кішкентай бөлікке бөлді. Және тағы да соңғы рет кішкентай бөліктердің біреуін алып, оны да кіші 5 бөлікке бөлді. Тағы да 4-еу қосылады. Сонда мына 12-ге 5-ті қоссақ, барлығы 17 бөлік болады екен. Сосын мынандай нәрсені айтқым келеді да, балалар. Жалпы осындай логикалық есеп болсын, билдің есептері болсын, қандай есептер болмасын, біз олардың шартын түсіну керекпіз. Шартын біз қандай елестете алсақ, оны түсіне алсақ, есеп бізге шығады. Түсінікті ме? Яғни мәселе оның шартында, жауабында емес. Мысалы біз жауабын іздей береміз да, қалай шығарамыз деп, бүкіл вниманиямыз, күшіміз, энергиямыз жауабына кетіп қалады. Егер біз соны шартына жұмсасақ, шарты дұрыс бүйтіп разбирать етіп алсақ, оның жауабы не екен, спокойно шығады екен.